1,5 kilometre, 2 kilometre çıkar bu. Her yerlerde şöyle. Просто любой nerse bir yılda 2 yolu düşüm alsan bulur. Ушул жерлерден деге. Boş ele жатат. Boş жатат. Boş жатканда канча болду? Bu kaldırma zamandan bir yağa kadar. Манас атаман бериле жатат экен да. Бул жагын гана өздөштүргөн да. Бул жагын өздөштүргөн. Бул жагга дагы бул жагы союздуу убагында өздөштүрөбүз деп неме кылды эле. Дагы Среднеазианский ПМК болгон. Ташкентте турган ал нерсе. Бул Лайлакский ПМК болгон, şu Ташкент немеге починение болгондо. Мына шол мына элдерди бүт өздөштүргөн азыр мына Манетке чейин келген. Өздөштүргөн. Ал мына жагы достук немеси. Аймагы достук. Мына жерден мына газ кетип турган мурда, заңылдап. Бул айылдарды вес обеспечить турган мына. Газ менен, э? Аялдар даже чагышка себип калганда да. Тип асылып коёду да. Качан кийгизем деп мындай көтөрүп кара. Канчалык элдер жалкоо болуп бүткөн. Азыр мындан бияк достук. Айылына карайт да бул. Достук совхоз болгон мурда. Бир эле айыл бир совхоз боло берген да мурда. Hem yer aябай кеңир экен, э? Жер кеңир, бирок сууду обеспечить этип эле берсе кереге. Мына ал азыр биздин насоско дагы мисалы үчүн 30 миллион акча бөлүнөт экен да. Бирок эми ошол акчанын канчасы кетет, канчасы кетет, аны билбейбиз. Эми ошол босун начальниктери билет да. Канчалык иштетилет, канчалык иштетилбейт. Кыргызстанда эң чоң насос ушунда. Мына Ларкинский насос мына ушунда. Өрүк зар мына жакта. Достуктун элдердин үлүшү да мына ал. Баягы бош жерлерди дагы кутмушундай эле кылып бакылып салса болот экен да? Конечно. Барды айтам го. Бул адырга чейин кылсаң болот. Эгер суу болсо, капиталный неме бар го баягы. Капиталный неме кылсаң бул жерде онда кылган болсо 10.000 гектар жер бар. 10.000 гектар, а? Эгерге адыр менен кошуп неме кылса. Неме погода ушундай да кыш болбойт. Мына биз азыр декабрь азыр башайда суук да. Башка жерлерде жаздай. Бизде суук, мисалы үчүн Бошто кара суу жерде мында ызгар суук болуп турат. А бул жерде жаздай да. Жаздай эле турат экен да. Кээ кар түшпөйт да, кар. Кар түшсө, деп сөк кырсам болот. Кар келди. Адырдан ары карай кетип калат да бизде. Ушунчалык баягы немеси келишкен да. Жердин немеси. Мына жүзүм окшойт, э? Burada 3000 gektar жүзім болған да бұл жерде. 3000 гектар жүзім болған, ә? Мына достық 60 жылдық мына арқа болып та. Бұл 3 жерде неме болған, баяғы бензавод. 60 жылдықта болған жаштық айылы. Мына достық айылында бір завод бізде ең чоңы бізде болған. Завод. Ошол жоқ болып кетті ошолар. Бөшкелерін бүт сатты. Азыр аңгырап жатат, бош жатат ошол завод. Бүт бөшкелерин ушундай зор термизный бөшкелерин таштеге сатып берди. Бар жок кетти дең? Бар жок кетти. Бул акырын неме кылсак, жерди алдык коебуз биз. Бошоңуп кыла берсек. Боштук кылып атат экенбиз да, э? Катуураак турушубуз керек экен да. Бизде мына караңда, мына границага алып келип коюп атам, катыранга парк болуп калган солдаттарды. Катыраңда өтө эме бар, эч нерсе жок.
Қатыраңда бекерлі барып киік атып келді, чардап жатады. Оны алып келіп, бұл жаққа алып келіш керек. Границаға қойыш керек. Границаға қойыш керек. Чегарада тұрыш керек та, чегарачы. Ешесі жоқ та жоқ. Қатыраңда Қатыраңның алдында жоғы бірін-бірі өлтіріп, мына бегі деме мұны етті қысақ бұл деді. Жер болады, соның болады жер. Мына отындарын алдыртып тұрып, Ова. қалалаттырып тұрып, мұзды сақташ керек. Өте соның болады. Фет тұрса болады, а? Ова болады. Шunu көрсетіп олайдадым да. Біз бұны парнық қыласақ бұл деді келе. Кейін аяғы өкіметмеден кішіне шырылдашып кетіп, өкімет бермей қойды. Шет. Мұрдағы өкімет кішіне неме болып, шол немеге да бақылдық қылып кейін баяғы неме. Оны азы жеріміз бар, суды қысқартып шет. Көңілін қалып кетеді екен да. Қылғын келбей қалады дең. İşlep тұрған адамның қолын суытып, неме қылған adına кейін болмай қалады. Азыр мына ол жерде тажик насос мына азыр. Азыр біз тажиктермен сөйлештік. Оласы 100-150-200 литрге чейін алышқа азыр қыдыр достармен сөйлешті азыр мына. Азыр шоғы мына лотокқа бұлдан алып құятыран қылауыз да. Анан кейін шонда дағы бір 50 гектар жер açылады дең. 100 гектар жер açsa da болады. Егерге чисті шо жерге 100 литр су шундай барса, бір чоң арық. Қиын жердағы ішке кіріп қалады дең, Бақытты келіп. Чоңдар жардам қылып өтіп, азыр зор айыл өкіметі керек бізге. Азыр жаңы болды, біздағы мұғалім адамдар болып отады да, баяғы сіз жақсы сөз айттыңыз ғой, баяғы қанда депутаттар болса дағы агроном болса, диқан адам болса деген. Ова, еме айыл чарбада мұғалім жеп бір баяғы ол жарабайды да. Ол тажик насос. Тажиктердің насосы бұл, Қырғыздың территориясына алып өтіп кеткен да бұл жерде. Бұлар соның үшін мұна ол жаққа бүт бізге договор бар да. Су беріп қылып. Суды береді. Су кеңірі бізде. Мұна ол біздің айылда, мұна еттен бияғы да. Су без проблема бияқта. Жақсы Біздің төлге елуіз жалқы болып біткен мұна ерді. 10 арық қысаңдағы жетпейді, 5 каналды берсең анда жетпейді. Бұл арығын чаппайды. Су бекерлі пәтері болып жата береді да. Баяғында су, бетін су әлі жақты болса ғой. Жаннат болып кетеді баяғы. Ошаны әлсеңіз. Бұна чоң канал бар да бетті, бұна жұмыс чоң. Бұлардың каналы ол 37-40 су болады да бұна есетті. Жаман чоң күні? Машада бізде 75 гектар жерді канал суалы өтіп кеткен да. Жоғы бізіне договор қылған суды берішке. Алдын кәлі сатырмен баталды. Кәлтам салалға қаған аз тағанаштырға әтіп қойыз күрізде қойып та. Алғанша бұры олауыз. Ошон есебінен бұяқтар раса гүл екен да, Гүл. Бұяқ жоғынандай майдан үйде жақшы. Қараған жерді қарам? Башқа? Башқа. Қараған жер бұна. Соның үшін азыр баяғы елді біріктіріп, жерді біріктіріп, елдің башын біріктіре тұрған неме ойлап тауыш керек азыр немелер. Жаматтық келісімге келіп тұрып, бардығы бірдей ақша шығарып, бірдей әрекет қыла тұрған болса, сөзсіз түрде игілік болады да, иншалла. Сөзсіз игілік болады. Бұнда іштетіш керек та, шығып іштеш керек. Арығын чағып, азыр, қана шында пағада азыр жүзімдерін чағып, өрімді тұтап, арықтарын оңдауыш керек. Азыр ертеген намазымада да қайтамын. Намазымада баяғы баяны күтіп отқандай мәселесі. Емі азан айтам дегенде, мен айтамын 10 секунд
sekundcha 1 minut vaqt berdiğinde mollalarga. Men çıvandan şunu aytam, men tuğanda arınglar tazala, aylını tazala. Örgündü bu debende aytıp koyam şontup. Çıvanı kılat koygan yok. Elden kant toplayasın, toplay albaysın da. Zor Ona жалбырактары түшпөй турат го. Раса баккандардыкы ошондо түшпөй калат экен да. Өтө багып койгондордукучу. Ба оны болсо кебиркилер балки түшпөй атат, нарушение дей берет да, нарушение эмес, ол переизбыток энергии ода. Ошо. Ha, Kalmırza. Haydan gelatasın? Assalamu alaikum. Dostur bitti mi? Kayttın mı da? Manav üzerinde örgümüz orada. Manav üzerinde örgü. Sarı örgü başka örgüde Bursan Cahil'miş. Мырсан Жалилдин курган өрүгү канчадан кетип атат? 200 сом барбы? 200-300 сом. 200-300 сом, а? Мырсан Жалил. Эң сартабой, а? Сартабой. Со канча килосунан 1 кило чыгат экен? Же бу үстүдө кургайбы? Üstüde kuruydu. Üstüde kuruydu, ha? Dende jokundayı bular özleri bölüngende bul. Sapkoz sayızlı bağdan razal bağından ki bütün eller bölü bağlan. Şu nanlı cevazı şette bölü bağlan. Жазында şu başka pişar malında bunu takip bir diğer olup getirdi da bunun. Aslında jat olat bardığa. Jat olat deň. Sebebi 1 kilogram 200 сом 300 сом болуп атат. Караш керек деň. Карап коруп. Аябай чоң канал экен, а? Ол жер 2-нчи бригада деп коет. Чет 6 жыл бригадир болдум, Сайыздын убагында. Бул жердин өрүгү 22 гектар өрүгүм бар да. Бул өрүктөрдө муну айтып өрүктөрүн айттым. Şunçalık sonunda. Şimdi bunu Troya'ya satıp aldı verdi. Buna Palovestan. Bu Palovestan betken burada Subaliyitler geldi çoğu geldi da bu yerge. Bu yerde okumuş sonum boğum. Ben bu ağımda şöyle bu yer Gülzarılı. Gülzarılı tigip şu da zeme oldu ki bu sayı zeme olduğundan ki adamda satıp aldı. Barda buzuluk etti azı. 230 hektar yerinde de. Oho. 230 mana şertten ta arkaga çeyip poluma qaraydı dedi. 230 hektar yerde 8 ta suçu polnu su qarpıradılar. Sistema koyulgan dedi. 8 ta suçu qara. 4 tası tünkü, 4 tası gündüzgü. Gündüz. Bekarı gına su var. Bardır jet durgan. Bekarı moşnarı su var da. Şunu beğende sakin akırın. Paxtası da oladı Karakoy'da bizge bu çok erkekler paxtamız var bile. O kanca buğday. 70-80-100 hektar buğday. Gördünüz mü? Onun içinde örük, tüp plantasya, sorun var. Bu 230 hektar dedi. Өрүктөрдү көрүп туруп айтатам да бул өрүктөрдү дагы бакса али көп кызмат бергидей булар. Жаңыда булар.
Обрезкага баалык дейм. Обрезка алып шөт кесип турабыз керек да аржы. Азыр Бекболотду сүйлөшүп, дагы бир-эки адамды сүйлөшүп, мугалим кылып туруп, мына азыр канча училищелер такыр эле иштебей калды. Ошол жерге анан кийин кызыккан адамдардын баардыгын жаш карысынага карабастан топтоп ушул жерге окутуш керек болуп атат. Мына обрезкага бар жок тиешелүү экен да. Обрезка канчалык жакшы болсо 10 килограмм бере турган 30 килограмм берет экен да. 3 барабар көтөрөт экен да. Түшүмдүүлүгүн. Бардыгы. Şaptalı. Şaptalı. Kepten turup bağban eкен. Айыл Чарба каналынын көрүүчүлөрү, мына биз арка айылындагы ошонун жанындагы айылдарда бактабат менен жүрөбүз. Мына адамдардын кылган жумуштарын көрүп аябай таң калыштуу. Эми ополтоодой мээнетти кылышыптыр. Бул жерде булар өздөштүргөн жерлер бир 10-20% гана түзөт экен. Дагы ошондой 1000 деген, 10 000 деген ушундай гектар жерлерди өздөштүрүүгө болот экен. Мына бардык ушул Кыргызстандагы элдерди бак отургузууга чакырып кетемин. Суусун дагы, башкасын дагы чыгарып бак кылыш керек туугандар. Бакта бактылуулук. Бак отургузган адамды Алла Таала ол дүйнө, бул дүйнөсүн берет, иншалла. Бардыңыздар ушул бак отургузууга киришиңиздер туугандар. Силер менен Айыл Чарба каналы болду. Кайрадан мындай түз эфирлерде жолугушканча аман болуңуздар. Эртеге Кулунду айылында болот. Келип ошол жерде катышып кетсеңиздер болот бардыңыздар.